Құрметті көрермен, біз жыл басына арналған телемарафонымызды одан әрі жалғастырамыз. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын дейміз және осындай ұлық мейраммен тұспа-тұс келген оразаларыңызда қабыл болсын дейміз. Алмас, енді ұлттық спортқа да кезек берейік. Наурызнамаға сәйкес бірер күн бұрын ұлттық спорт күнін біз бүкіл ел болып атап өттік. Наурызнамадағы әр күннің өзіндік маңызы бар екені рас. Мәселен, сен айтқан ұлттық спорт күнінің астында ұлт саулығына деген қамқорлық жатыр. Өйткені қазіргі қоғамда азаматтардың ерте жастан денсаулығының сыр беруі мен артық салмақта мәселеге айналып жатыр. Осындай сәтте ұлттық спортқа көңіл бөлу мен азаматтарды еңбекке баулудың маңызы өте зор. Шынымен ата-бабаларымыз өзі ірі денелі болмысы да, дене бітімі де жарасқан, денсаулығы зор болған емес пе? Ол да болса, сол бір еңбектің, болмаса дала спортының арқасы ғой. Әрине, бір қуантарлығы да қазір біздің ұлттық спортымыздың дамуында ілкімді істер атқарылып жатыр. Былтырғы көшпенділер ойындарында да ұлттық командаларымыз жақсы нәтижеге жетті. Әсіресе көкпаршыларымыз өз жанкүйерлерін қуанта білді. Әлі де қуантады деген ойдамыз. Қазір де мереке қарсаңында әр өңірде көкпар тартылып, жұрт қызыққа қарық болып жатыр. Әсіресе оңтүстіктегі атмосфера ерекше. Шымкентте наурызнама тұжырымдамасы аясында тең келу, аударыспақ, көкпар сынды ат спорты түрлерінен жарыс өтті. Сонымен қатар қыз қуу да дәріптеліп, ойын көркі қыза түсті. Ал бұл күннің басты додасы бәйгеден ел біріншілігі өткен екен. Айтулы шарада аймақтағы әріптесіміз Нұрсұлтан Мұхамеджан да куә болып қайтқан екен. Тілшімізді тыңдайық. Наурыз мейрамы қарсаңында ұлттық спорт түрлерді ұмыт қалған жоқ. Елдегі ең үлкен бәйге алаңы бар ипподромда ат үстіндегі дәстүрлі ойындар мен төл мәдениетіміз ұлықталды. Өнерпаздардың қатысуымен іс-шараның ашылу рәсімі өткізіліп, мерекенің мерейі асқақтады. Тұрғындарды таң атысымен ат спортын тамашалауға ағылды. Олар ұлттық киімдердің заманауи үлгілерін арнайы киініп, спортшыларға барынша қолдау көрсетті. Көшпелі жұрттың баға жетпес этно-мәдени байлығы дәріптелді. Жер-жерден жиналған білекті де жүректі жігіттер жоғары деңгейдегі дайындығын көрсетіп, асыл мұраларды насихаттауға үлес қосты. Дүбірлі дода тартыстардың әділ өтуін төрешілер тарапы мұқият бақылады. Жекелеген жарыс пен командалық сайыстарда кім мықтыны анықтауға интеллектуалды жүйелердің артықшылығы қолданылды. Даудымай болмас үшін қазір заман талабына сай уақытты анықтайтын арнайы лазерлер қойылған. Ол лазер уже адамға бағынысты емес. Мысалы спортшының мәреден мысалы шыққаннан бастап финишқа дейін уже өз уақытысын арнайы техника лазерлер анықтап береді. Және де 16 секунд өте жылдам уақыт қой. Мысалы көз қағым көтерілген, көтерілмеген спорный омыртқа оққан кезде бізде видео повтор. Бұл күні бәйгеден Қазақстан Республикасы чемпионатының жалауы желбіреді. Елдің әр өңірінен бабы келіскен үздік 50 жылқы жеткізілді. Бапкерлер қомақты жүлде қоры үшін ғана емес, оларды жанкешті додаға салып, дара шығаруға ниетті. Бағдарлама бойынша бәйгенің 4 түрінен жарыс өтті. 2 жасқа толған құнандар 7 шақырымға, ұшқыр аттар 5 шақырымға шауып, кіл мықтысы анықталды. Сондай-ақ 12 шақырым қашықтыққа арналған топ пен 18 шақырымда аламан бәйгенің көругі қызды. Спортшыларға қолдау көрсету үшін жүздеген адам жиналды. Жүйріктерді демеп, делебесі қозды. Бізде өте керемет аттар бар. Тренерлер жақсылап жұмыс істеу керек енді. Шабандоздар жақсылап дайындалу керек. Қалай? Спорт болғасын дайындалу керек, ұту керек. Жарыстың жалпы жүлде қоры 22 миллион 700 мың теңге. Құнан бәйгеде Жамбыл облысынан шыққан Айқай атты жануар мәреге бірінші жетіп, бас жүлдені иеленді. Екінші және үшінші орындарға Алматы облысынан келген құнандар лайықты болды. Атым өз сүйреп бастады. Содан кейін әкем мен ағам айтқан, топта отырып ал, екі группта отырасың деген. Содан кейін үшінші соңға кеткен кезде бірінші, екінші атын алдынан жібермейсің деген. Содан кейін финиште өткен соң 200 метрден уже ақындап өзім сүйрей бастадым аттарды. Атыма сенгем, өзім де атым ойнап тердеп алған стартқа барғанда. Сыннан сүрінген шын мықтыға тұсау жоқ. Оларға шеберлігін шыңдауға тағы да мүмкіндік беріледі. Яғни келесі айдан бастап Қызылорда, Талдықорған, Көкшетау, Семей, Павлодар және Ақтөбе қалаларындағы бәйгеге қатысады. Іріктеудің алды болған жүйріктер Таразда өтетін ақтық сынға жолдамалады. Жанкүйерлердің айтуынша чемпионат дала дәстүрі мен төл мәдениетті ұлықтайтын үлкен мерекеге айналды.